Бүгінгі таңда адамзатты мазалайтын ең бір құндылық толық адам мәселесі. Өз кезінде Абай ақыл, жүрек, қайратты бірдей ұста, сонда сен түгел адам боларсың деп жырға қосса, ендігі бүгінгі таңда қазақ баласына толық адам болу үшін ақыл мен жүрек пен қайратты ұштастырып, салауатты өмір сүру маңызды. Сол өмір сүру салтында адал өмір сүру бәрінен де маңызды. Қазақта ар мен өмір сүру түсінігі бар. Бала шыр етіп дүниеге келгеннен кейін тал бесікке салып, әлдейлеп, жақсы ниетпен, жақсы тілекпен тәрбиелейді, өсіреді. Одан кейінгі кезеңде аяғына ала жіп байлап тұсауын кеседі. Бұл ұрымның астында үлкен мән жатыр. Адамның ала жібін аттама, адал жолмен жүр, ақ жолмен жүр. Адамның алдынан кесе көлденен өтпе деген жақсы наным, сенім және аманат тұрғанын біз білгейміз. Ұстаздар қауымы Батыс Қазақстан инновациялық технология университетінің профессорлық құрам үнемі шәкірттерді тәрбиелеуде биік мақсаттарды, асыл мақсаттарды қоюды үйретеміз. Егер адамның асыл биік мақсаты болса, ол жолда талмай еңбек етсе, ол толық адам болып қалыптасады. Ол биік адам болып қалыптасады. Әркімнің өзінің шығар биік тауы бар. Сол шыңда аянбай еңбек еткенде ғана, ол мақсатқа адал болғанда ғана адам өзінің жемісін көре алады. Қай істе де 1% талант, 99% еңбек тұр. Сондықтан да адал еңбектен артық еш нәрсе жоқ. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді қазақ. Соған орай адалдықтың шыңы еңбекпен байланысты. Енді бүгінгі таңда бел бүгіп, қара жұмысқа салынып еңбек етудің заманы өтті. Бүгінгі таңда біз жастарға өсиет ететін тағы бір құндылық бұл шығармашылық, ой еңбегін насихаттау. Бұл жолда қазақ мұқалмау керек. Бүгінгі күнде бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Соған орай өнертапқыштық, шығармашылдық аса маңызды болып отыр. Бұл жолда біз еш ерінбеуіміз керек. Және өзіміздің армандаған, өзіміздің ойымызға алған дүниелерге адал болайық ағайын.